Алло. Тыңда мындана. Алло деп бұл жерде мен айтам. Сен өзің анда беспонтовый біреулеріңмен маған қарсы шығам деп ойламай-ақ қой, хорошо? Мен барам да қазір. Сендердің бәріңді пышақтап, миларыңды ағызып кетем. Түсіндіңдер ма? А? Түсіндіңдер ма? Маңқа, көреміз кім-кімді пышақтайтын. Кеш мұнда маған қарай. Күтіп алам мен сені. Давай, күт онда. Так, жеке естіп тұрсыңдар ма? Лонгты ойлаңдар, лонгты. Нижін жоңғы, қара. Зеленый, қара. Аха. Бұға кеттік, екі адам бұға. О. Пышақтайын дедің ба? Пышақтадың ба? А? Шон. Мәсіған, сеп ұстап. Не болды? Ұйықтамағансың ба? Көзің ақ, бір күн соқыр боласың. Тұрш бар, магазинге барып нан алып кел. Кейін бара салайыншы, маңызды ойын болып отыр. Қазір қонақтар келеттен болшы тез. Не папам айта салмайсыз? Бәрібір жатыр ғой түк бітірмей. Айтыңызшы соған. Барасың ба, бармайсың ба? Жеге, ойыннан шыға жүрмейді, хорошо? Тез келем. Азат, баптас қалайсың? Жақсы. Асықпайдан келе жатсың? Магазиннен келе жатырмын, кім машинасына келе жатсың? Кімдікі болушы еді өзіңді? Әкем подарит еді, сосын сағат подарит еді. Базар жоқ, жақсы таңдапсың. Мені машинаны ма, сағатты ма? Жоқ, әкені. Жұқсы болсын одан саған. Сенкінде машина ма? Жоқ, менкінде әке. Давай. Идите в другом месте, обнимайтесь. Бесстыжие. Даже не здороваются. Синапа, асығып тұр, мен кейін амандасам. Бағанада амандаспай өтіп кеткенсің. Не болғансыңдар? Сәлемдесуді білмейсіңдер. Жастар, ұят жоқ. Темекі шегеді, алкоголь ішеді. Ой, рахмет. Не енді мынау? Азат, тұрш, көмектес маған. Азат дейм. Ау. Баратырым. Не қолды? Дастархан жайып көмектес маған. Мен дастархан жайып жүретін қыз емес шығармын. Қыз болып туылуың керек еді. Әкең екеуің әбден шаршаттыңдар мені. Үйленіп, келін әкелсей, тым болмаса. Таң атпай не болды сізге? Әлде папам тағы ішіп алды ма? Бірақ ол ішпесе таң қалу керек шығар. Көп сөйлей бермей, серванттан графинді алшы. Осы қалай сіздің басыңызды айналдырып алған, а? Вообще миыма сыймайды. Негізі, анашым, самооценкасы сәл төмендеу адамсыз ғой. Сол үшін ғой қор болып жүргеніңіз. Кредиттеріңіз бастарыңыздан асады. Оны тырбанып, қиналып төлеп жүрген жалғыз өзіңіз ғана. Жас кезінде кішкене болса да жағдай істемеген ғой, сәл болса да бір. Тыныш. Қазір естіп қояды. Естісін, ести берсін, рас әңгіме ғой енді. Бір жылда 4 жұмысқа кіріп, 4-еуінен де шығып кетті. Шығып кеткен жоқ, шығарып жіберді. Конечно, шығарып жіберетін. Адам кіре сала бастығымен ерексе ма? Жұрттың әкесіне қарасаң сүйсінесің. Балаларына қос-қостап көлік әперіп жатыр, үй әперіп жатыр. Оқуға түсіріп, неше түрлі шетелдерде оқытады. Өзің неге жұмыс істемейсің, а? Папам ғой? Сәрсен ағамен сөйлесіп, әлі жұмысқа кіргізіп бере алмай жүрген. Өзің ғой оқымаған. Диплом алмай шығып кеттің. Шыған жоқпын мен. Шығар жерді. Конечно, шығарады. Мұғанымен ерегесің.
Не болған е мынаған? Сен ана Сәрсенге айт. Мына баланы жұмысқа алсын. Всегда сөйлесем дейсің де сөйлеспейсің. Сөйлесеміз. Қанша айтуға болады? Не тамақ жасап жатырсың? Ет астым. Сендер келеді деген соң. Міне, ал, қойып жібер ана жерге. Охо, етпісің, ет болып тұғынна қой. Тамаша, рахмет. Сәуле, сен ет асып бізді шақырмасаң бар ғой, ешкім біздің басымызды қоспайды бұлай. Рахмет. Наргиз келмеді ма? Наргиз рейстері отмена болып, ертең келетін болды. Наргиз қызымен келе жатыр екен, бұйыртса. Наргиздің қызын келін қылып алайық деп отырмыз. Мам, қойыңызшы енді. Айта бермеңізші соның қызын. Мен қызды басқа жақтан алып келем өзім, таңдап тұрып. Кішкене басқа групптармен де араласып көрсеңіздер, осы составпен жинала бересіздер ма? Өмір бойы бір-бірлеріңізді жалықпайсыздар ма? Сол баяғы әңгіме, сол баяғы естеліктер, әзілдер, а? Қызық емес қой, жаттап алған ғой мен бәрін. Алмат аға, осы жерде Мерседесіңіз туралы айтып қалатын жеріңіз бар еді ғой. Ақырақ соны айдан не отырмын ғой мен. Міне. Қойш, сол жаман мерсінді айты бермеш. Енді сол меріспен тасыған жоқпын ба сендер қанша жерге? Сонау Сәрсен екеуің байып кетіп, мен сенбей кеттіңдер ғой. Бәрін білесің ғой. Сәрсен келді ау деймін. Иә. Сендер тамақ алыңдар. Иә. Мен қазір. Азат, есікті аш. Иә, есікті аш. Сәрсенге айтуды ұмытпа. Айтам. Дайындалып алайын да. Молодцы, жігіттер. Қатындар гүлдендіріп жүрсіңдер ғой. Қой дейсіз ба? Сәрсен, ол жерге отыруға болмайды. Иесі бар. Мына жаққа отыршы. Қойшы. Бауырымның үйіндегі төрінде отырамасам не істеп жүрмін, а? Сәрсен, ана жаққа отыра салшы. Жәке, қызықпағансың ғой неме? Бар, демасаш. Мен осы орында отыра берем. Жақтырмасаң айт кете берем. Жоқ, ол не дегенің? Иә. Кете бер. Точно кете берейін ба? Иә. Жоғал. Папа. Жарайды. Жақсылық. Жәке, кете берейін ба? Пошел нахуй. Пока, Сәуле. Жақсы. Рахмет, Сәуле. Аға, жақсы. Жолдарың болсын. Рахмет. Үйлеріңе аман есен жетіп алыңдар. Келіп тұрасыңдар ғой. Иә, келіп тұрамыз. Мақұл, жақсы. Жақсы сау болыңыздар. Дәл бүгін шу шығармай-ақ қоймасаң болмайтын бет. Неше рет айтам мен сендерге, ол жерге отыруға болмайды. Неге тыңдамайсыңдар? Сәрсен енді Азатты жұмысқа алмайды. По-любому алмайды, по-любому. Оған менің өмірім, барым, жоғым, жұмысқа тұрам ба, тұрмайым ба, бәрі бір ғой. Досына айтуға намыстанып, әдейі қуып жіберді соны. Тілің тартып сөйлесен. Рас қой енді, онда не үшін қуып жібердің, ал айтшы ал? Не үшін қуып жібердің? Ана қурап тұрған ескі орындық үшін қуып жібердің ба? Балам болды, қой. Қой алмайды екен, мам, қой алмайым. Өмір сол төрді біруге дайындайсың да отырасың. Түсіш келмейді ол, келмейді. Бір рет көрмеді қой сол досыңды. Ал келсе не істейсіңдер ал? Келді делік мысалы да, не істейсіңдер? Бірге отырып мал болып шесіңдер ма? А? Ол да сен сияқты алқаш шығар может. Мынау қылығын не оттап тұрсың сен, а? Не есіп тұрсың, соны оттап тұрын. Қой демірген қазір билет жіберем мен сені. Билет жіберетіндей не, қыз бала гүлді айтып берін кеп тұрма маған? Өзін салып қалайын десең, жас үлкен да просто. Еще руласың да. Руластан да жақындайып.
әкең да бірақ әке болып не істепті ол маған? Мен жас кезімде мындай болғам, жас кезімде мындай болғам. Ешкімде болмаған ол. Өтірік оттай береді. Осындай болып туған, осындай болып қала береді. Құрғақ сөз, құрғақ уәде бәрі. Неге осы адамдарға әке таңдау мүмкіндігі берілмейді екен? Солай мүмкіндік берілсе, любой адам баласы болар ем. Ол жерге отыруға болмайды. Иесі бар. Еба, не істеді екен мына бамперде? Адам деген осылай жолға жүгіріп шыға ма? Или массың ба? Новый машинаның көтін айырдың ғой сен? Қайдағы новый ебескі машина ол? Қалай ебескі? Жаңа кузов. 2-ақ жыл болды алған ма? Нормальны ма бәрі? Нормальный бәрі. Нормальны болса болыпты. Сен өзіңнің ауырған жерлеріңді өзің емдеп ал. Мен бамперді өзім жөндеп алам. Давай. Мен қапақ жаяға жазбайсың ба? Жоқ, Осыдан жастан тауып алам, бамперді басыңа қаптаймын. Тәуелсіздікке 3 жыл. Не болып кетті өзі? Неғып бәрі ескім неқта? Түксінсін бері бас. Бұл мен түсім екен ғой, бәсе? Что-то не то. Қазір примерно ұйықтап жатырмын. Сағат түнгі 2:30. Қалаймыз. Менің түсімде мынандай ұсқынсыз, тақырбас, қап-қара адамға орын жоқ. Жоғып кет! Жоғып кет! О! Тамаша. Қойш біреуін. Қандай су? Қоя берсей соны. Болды. Ей, неге лақтырдың? Төле ақшасын. Төлемеймін. Түсінде ақша төлегенді көрдің ба не? Қумаша, итак дәрет Тоқта деймін, тоқта. Осы жерге жібересің бекен. Бірақ түсінде дәрет жіберген апасы да. Ладно. Әкеле. Розовый да бер. Бар. Опа. Өте әдемі. Танысып, номерін аласам бекен. Бірақ оянып кетсем, ұмытып қалам ғой номерін. Бір идея бар. Надан орап бере саласыз ба? Мынандай денеңмен қалай қыз зорлап жүрсің сен, Мынау киімі 14 жылдық, кстати. Мынаның әкесі кім екенін білесің ба сен? Адам тапа-тал түсте қыз зорлай ма, топас? Аға, мен зорлаған жоқпын. Просто бардым да төсінен ұстап, көтеннен қысып қалдым, болды. Сен өз көтіңді қысып жүрмейсің ба? Ана төсіңде ұстауға келіпті ғой сенің де. Аға, мен түсім екен деп қалыппын, ренжімеңізші. Артық ойым болған жоқ, просто барып бір рет қана ұрып жібергім келді, болды. Түсінде біраз қыздырған бәле ғой мынау. Түсінде ғана ма, бірақ? Кругтарың мен ауыздарын жабыңдар. Или мен мынаяқтан өте алмайды деп тұрсыңдар ма? Мұны сен мына жерден өтіп кетсең, біз жүкіріп өтеміз ғой. Бастарыңды тесем түсіндіңдер ма? Тесем бастарыңды. Слышь, а что ты дерзишь? Ты кто вообще? Азат террор деген мен болам. Тыңдамындана. Мына қалада мен сөйлейм, так что аузың жауып тұр. Или ана дәу денеңе сеніп тұрсың ба? Сенделерін талайын артынан пышақтап кеткем, миын ағызып. Әттен жабықта мына жақ.
ашық болғанда бар ғой, сәл ғана секіріп, маңдайымен төсіңді тесіп өтетінен түсіндің ба сен? Өзіңе жауап бере аласың ба? Жауап берем ал. Дежурный, есікті ач. Естіп ағай. Кіз көтіңнен ұстайды. Ағалар. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен просто әзілдеп, өзіміз замандас болғасын әзілдесіп қайталанбайды братан. Әке, жет атам, руым, асқар тауым, қойыңызшы. Мен өмір бақи қызмет етіп өтемін сізге. Керек емес. Мен инвалидпін. Керек емес. Ағатай, мен... Дәу! Қойсайшы, брат. Бека, батя қашан келеді? Паркке бару керек уже. Папа дейді. Абижанкеде бір күн жатып, пақан сон олып кеткенші сен. Он шықпай сендер адамның қанын әбден ішіп біттіңдер ғой. Шыңда сен! Кез! Ассалаумағалейкум. Қазы барып түсініктеме жазасыңдар, соң кетіңдер, көздерін құртыңдар. Екінші қайталанатын болса, түрмеде шетем. Жоғал! Сен қайда? Не болды, папа? Балам, мен саған қанша еттім? Солдарынан араласпашы деп. Саған не жетпейді? Сенде бәрі бар ғой. Не жетпейді саған? Әлде сенде ойыншық бандит болғың келіп жүр ма? Жоқ. Жоқ. Джекске қосылма. Ертең өлігіңді таппай қалам, балам. Дұрыс айтасыз, әке. Өзім де солай ойлап жүрмін. Енді араласпаймын олармен. Көрмегенім солар болсын. Дегенсің ғой. Батя, риза. Сендіріп тастадым ау деймін соны. Ойлашы, өз әкемді өзім еміз жібердім. А чё жігіттер, мен неге шақырмағансыңдар? Жалпы қалай дұқтар жеткен менсіз баруға? Келесі жол шақырыңдар, Келесі жол деген тема жоқ. Жеге конкретно қоямыз дедік қой мынандай теманы. Алмат, түбі жақсы болмайды. Оданша магазин жүргізейік, жарай ма? Бамперіңе не болған? Бағана келе жатқанда мал қақып кеттің ғой мен. Қандай мал? Мә, братан, өтініш жібере салыңызшы енді. Болмаса мен де встречный заявление жазам. Конкретно ол да мені ұрды ғой. Бекші сен. Шықты? Ана жерге түсініктемеңді жазда жоғалшы бір. Болды. Қаяққа жазам? Мынау ма? Так. Бейсенбаев, Жақсылық, 1994 жыл? 1994 жылы? 1994 жылы? 1994 жылы? 1994 жылы үйленіп едік. Егер сол уақыт қайтып келсе, сен маған тұрмысқа шығатын ба едің? Қой шей, қайдағын айтпай. Жоқ, вдруг деймін. Сен маған келісетін бе едің? Келіспейді. Чё там, Жеги, жылжимыз ба? Давай. Жылжитын құртсың ба не? Бека, осыны әңгімелерді қайдан шығарасың, жылжитын құртсың ба не дейді. Көресің ғой, бұл әңгімені әлі 30 жыл айтады адамдар. Еще мынандай прикол бар. Сізбен амандасасың ғой? Қалаған құта жібересің ғой, салсағың. Так, парк деді ма? Парк. Қай парк болды екен ол? Маматайым ау,
жас кезіңнен сондай сұлу болған екенсің ғой. Бәсе кімге ұқсағым десем, аузыңнан түсіп қалған екенмін ғой. Мам, өтініш, алданбашы оған. Ол сені арбап тұр. Жаңа ғана түрмеден шыққанмен шаруасы жоқ. Сен давай бара бер. Сен ше? Астында күте салам мен. Сен не биіктен қорқасың ба? Жоқ, аға қосыңыз. Жак, сен қорқып тұрсың ғой? Жоқ. Жакс қорқақ. Жакс қорқақ. Жоқ, просто жылайын жоқ. Қорқақ. Жакс қорқақ. Ей, Жакс, не істеп жатсың? Кім қорқақ? Кейін қонып па? Түсші, мен қорқақ. Мен қорқақ. Бәрі естісін. Жакс, мен қорқақ болдым, түстеймін. Ой. Жакс. Кім қорқақ? Ешкім. Айтсайшы? Сен олай өз достарыңды қорқытарсың. А, да? Ей. Сен не отыр мынау? Лақтырайын деп отыр ма? Жакс, сен, Жакс, жіберші сен. Ей! А? Сөйтіп жатсам қалай? Жакс, қорқам. Оңбаған, тиіспе оған. Түсіңдер кері, тез бер келіңдер. Аға, тоқтатыңыз. Мынау мен андып жүрмей олмай. Обалына қаламыз, аға! Тарт қолыңды. Не шаман қызға ғана жетен ба сенің? А? Абьюзер. Сен қалай шыдап жүрсің мынаған? Қалай көндігіп жүрсің? Қазірден осындай, ертең бар ғой, түстіп, жүнжістіп, қорқып жүреді ғой сені, білесің ба? Өтініш, қазірден бастап айырылысып кете салшы шынымен. Саған любой жігіт қарайды. Мама. Мама? Сәл ауырады ғой деймін, бағана маған папа деген. А? Кімсің сен? Мен Азат террор. Атын сұрап жатқан жоқпын сен. Сөйле. Сен менің сөйлегенім қалай білесің? Мен Базарбай ағаның баласы емеспін ба Қызылағаштағы? Мен былтыр ғана Қызылағашқа бардым. Олардың сен сияқты баласы барын көрген жоқ. Оқуда болған шығар мен бос. Фотомды көрмедің ба сандықтың үстіндегі? Жоқ, көрмедім. Жәмила тәтелер қалай? Жақсы, шауып жүр ғой. Қалай шауып жүр? Ол кісінің екі аяғын кесіп тастаған жоқ па? Екі аяғын кесіп тастағаннан кейін ол екі қолмен тез жүріп үйреніп алды. Мен трагедияны қайда еске салып. Ой, жаным, кешір. Қалайсың өзің, жарайды? Жұмысың, оқудасың ба? Мамандығың қандай? Мамандығым маркетолог. Иә, реклама, анау деген. Реклама дейсің ба? А? Реклама дейсің ба? Бізге жұмысқа осындай адам керек еді. Жұмыс істеуге қалай қарайсың? Бауырым, миымды ашпашы, пожалуйста. Итак, мына жақта ситуациядан шыға алмай қиналып тұрмын мен. Наргиз! Мал, сен емес пе таңертең менің артымнан ұрған? Сол таңғажайып артсыздікі ма? Ей, кетші бар, мал. Сендер қашан танысып үлгергенсіңдер? Не істеп қойды саған ол? Сосын айтып берем. Жүр, кеттікші. Жан, жүр. Қызға қол көтеруге болмайды дейсің ба? Жұмыс керек болса ма осындамын. Көреміз. Бауырсақ, сағат неше болды? 10:30 болып бірден. Ергеш, что-то сен сағатын дұрыс істемей тұрмын, мен ұқсап. Әкел, сағатын тұрлап берейін. Мен өз... Әкел, шеш. Жоқ. Шеш түзеп берейін сағатыңды. Мен қолым ғой, беріңізші. Әкел, тұрлап берейін сағатыңды. Мен өзім түзеп алам. Просто ана жақта братандар күтіп тұрып. Асығыспын, брат. Ренжімеңіздер. Хабарласам. Сен де темаға кіртімін ғой, бауыр. Артыман келіп бір ұрады ғой. Ой. Сен кімсің? Свой, айта беріңіздер. Сосын кіріші. Айта бергенде, тұра тұршы. Кімсің сен? Мен
танымадыңыздар ма мен деген десем Қайда кетті анау? Ой. братан, мен тағы да 20 адам қуып келатыр. Дос болып өнерде тұрайықшы екеуміз. Билетіңізді жабыңызшы маған. Билетіңізді жабыңыз. Қойшы. Жабыңыз. Беріңіз маған билетіңізді. Өнерде тұрайықшы. Өмірім қыл үстінде, одан кейін батамақты бірге отырып жеп отпасақ, олар сенбейді. Қалдыр. Кетіп қалып сен де кетмең территориямдан. Көп адам келеді. Кетті ме? Маса, жағансы ойнады тұрайықшы. Шаршап тұрмын. Тұрсайшы, тұр. Түнімен ұйықтатпағым қорылдап. Жан-жағыңа түкіресің бе? Өзің бір мәдениетсіз екенсің. Үйің жоқ па? Қайтсайшы, родной. Ай, кімсің сен? Осы үйдің иесімін. Сонда, бұл менің түсім емес болып тұр ғой. Значит, менің миссиям мамамды құтқару. Бірақ мен мына түрмен қалай құтқарам оны? Бірінші тойып тамақ жеп алу керек. Қайдағы тамақ, онсыз да ештеңе қалдырған жоқсың. Бөліссек кішкене. Кетшей. Бөліспейсің ба? Кеттім саған, үйіңе. Жақында қайтыс болып кетесің сен. Мына түріңмен. Өліп қаласың. Бересің ба? Кешірім сұрайын. Жақсылық. Сен кеше түс көрген үшін түрмеге түсіп қалған бала емессің ба? Бауырсақ, сен не істеушісің мұнда? Оппана! Осы ғой мен вампирім сындырған. Сен мал қақып кеттің деп едің ғой. Мал ғой. Мал болмаса жолға жүгіріп шықпайды ғой, дұрыс па? Жота мен емделдің ба? Жіктер, танысып қойыңдар. Бүгіннен бастап біздің магазиніміздің рекламасымен айналысатын жігіт Азат. Конкретно не істейді сонда? Радиоға шығара ма, или газетке жібере ме? Радио, газет деген несі? Қай заманда өмір сүріп жатсыңдар? Маркетингін қолға алу керек, маркетинг! Қалай осы сонда? Так, мысалы, магазинге күніге қанша адам келеді? Шамамен 25-30-дай. Аз. Өте аз. Примерно бар ғой, күніге 3,5-дай ма? 10,000-дай адам болу керек. Сен примерныңды тоқ айтсаған жоқсың ба? Еще онша адамға складтағы товарды қоссақ та жеткізе алмаймыз алса. Хотя бы онда бір 50-100-дей. Не істеу керек, соны айтсайшы. Таргетке беріңдер. Каспиге салып, 12 айға рассрочка жазып қойыңдар. Көп қой вариант, көп. Заман деген үздіксіз дамып жатқан жоқ па? Бірақ әлі өтіп дамып кеткен жоқ оу. Так, онда былай істейміз. Майсар жел тұрғандай ай, күнмен айың басқаны мен қайтейін ай.
сен тұрғандай ай күміссің банай отта тұрған ай айналайын көзіңнен ашып жұмған ай жекжаттарым ай бекзаттарым ай жекжат болып аулыңа кеп жатқаным ай Біріншіден не жаман өсек жаман ай екіншіден сүймеген төсек жаман ай Вот, осыдан бастау керек еді ғой. есімі Биғайша. Білімді, ақылды, спортсменка, пионерка, комсомолка деп қойсын. Бухгалтериядан бәрінен хабар бар. Бар ғой хабарыңыз? Жоқ. Хотя баяғыда сатушы болып істеген шығарсыз? Жоқ. Плюс-минус математиканы білетін жүрсің, обычный математика ғой. Мектепте үйретті дегендей. Жоқ, мектепке бармаған. Ой, қазақсыз ба өзі? Иә. Қазағымның қызы ғой, қазақсыз ғой. Әр қазағым жалғызым деген. Ой, әр қазағым жалғызым дейді. Қалай шығарып алды осындай сөздер? Мынандай сұлу қарап шара бересің ғой. Сығып. Қарындас фигураңыз ат екен. Мынадай бар. Қарындас, анаңызға күйеу бала қажет емес пе? Қатарынан үшеуін шығарған айтса бүгінге. Жарайды, сіз жайғаса беріңіз, асықпай. Біз мына жақта тәштай етіп жинап қояйық. Жамал, жылама. Тағы да жылатып жатсың ба, а? Сәуле, не айтты мен саған? Кеше ұрсып тұрды. Бүгін жылатып жатыр. Ертең өлгенше ұратын шығар. Может, ар күні вообще боқтайтын шығар. Өтіш тастайсаш осын. Айылысып кетіңдерші. Сәрсенген ба біреуге тиіп алсайшы. Кетшімін, не айтып кеттің? Джекс, ана ишактардың адресін таптым. Все, балалар жина. Жан, папаға айтып уайымдамасын. Ақша болады. Онда мен де барым. Қазағымның қыздарына кім ол тиісіп жүрген тәйірі? Сендер кімсіңдер? Кім қалды? Файзуллаев Нұрлыбек деген таныс па? Жоқ, сен кімсің? Короче, сен сол адамның ақшасын алғансың. Мен сол ақшаны алуға келдім. Жоқ, жігіттер, сендер дұрыс түсінбей қалғансыздар ғой. Бізде бәрі заңды. Ол кісі дұрыс түсінбей қалған, біз ешкімді алдап ақша алмаймыз. Алдыменен бізден купон сатып аласыздар. Ол купон уақыт өте келе өседі. Түсінесіңдер ме? 3-4 айдан кейін өз ақшаларыңды бар, осыдан соң қомақты қылып аласыңдар. Кайф тема ғой. Қай сатып алады? Пирамида деген осы кезден бар екен ғой. Ол үшін бар ғой. Бірінші ақша. Қумашы, уақыт жоқ дедім ғой саған. Қоя салшы, бар ма? Бізді если че, Әлішер Кішеват етеді. Танитын шығарсың. Бұл жерден кеткендер жөн болар. Кете бер деп тұр ғой. Уақыт жоқ дедім ғой саған. Не істеп тұрсың? Уақыт жоқ деп тұр ғой, братан. Ақшасын бере салайық. Мыналарды Әлішер Кішеват деді екен. Естідік, біз де сол жерден шықтық қой. Иче енді онымен қырыламыз ба? Не, қорқыпсың ба не? Қорқып тұр енді. Жоқ, просто бір-екі жаман әңгіме естіген ол тұр. Қорқатын дымы жоқ. Сөйлесеміз. Короче, мен мынаны Сәулеге беріп қайтам, Серке де беріңдер. Аяқтарын қағып отырыңдар. Серледі. Еске үшін өңдерді. Аяңға.
Есік жай жап. Сәлеметсіз, апай. Сәлеметсіз. 3-ші курс филологтарға кіріп шығайын, я? Емтихан болып жатыр. Кіруге болмайды. Мен срочно, апай. Кірем де шам. Болмайды дейм. Кетіңдер. Сәуле. Жакс. Мынау шуласың өтіс, қазір құлайсың. Мынау не? Ақшама? Қалай қайтардың? Заң бойынша жан. Милициялар алып берді. Папаға апарып бер, я? Рахмет, жан. Наргиз, сәлем. Ой, ертерек айтып қойыппын ғой. Наргиз, қалайсың, сәлем. Аға, кішкене көздересіз ба? Жетпей қалдым жүт-жүт. Қалай? Аха, Наргиз, алдындағы қылығым үшін әлде ыңғайсызданам. Негіз екеуміздің кездесуіміз сәл сәтсіздеу болып қалған шығар деп ойлаймын. Таныстығымызда. Сәлеметсіздер апай. Аға, түсіріңіз. Қызық қой осы. Наргиз, кәске қалдым мына. Кет қалмай, а? Болды аға. Сәл түсіріңіз тағы. Болды аға, болды. Енді келдім. Қалайсыздар? Бәрі жақсы ба, Наргиз? Түс жалдағы жерден қазір кранды құлатасың. Жақыз, не қылса күліңді берсей Сәулеге. Рахмет, жан. Сәуле, Наргизге бере салшы. Маған? Бере сал деймін Наргизге. Рахмет. Қыздар, кеттік кинотеатрға. 4 билет алып қойдым. 15 минуттан кейін басталады. Құмаш бізде емтихан ғой. Сосын тапсырасын, кеттік. Бармаймыз дейм. Ей, қарасай, қазір жерде қызық болады. Қарасай. Ой, алса? Біз қарап отырмыз ғой енді. Это Форест Гамп. Негізі, фильмде қатынайтын жері ғашықта соңында қосылмайды. Ол жақсы, керемет нәрсе ол. Тарих беттеріне үңілетін болсақ та, атақты әйгілі шын ғашықтар қосылмаған ғой. Сендер де қосылмаңдар, зато тарихта қаласыңдар. Кайф емес пе қарасай? Қыз жүрекпен төлеген, қозы көрпешпен баян сұлу, жақсылықпен Сәуле. Афу, келмейді екен ғой. Не звучит? Тарихты құртпай өз жүре беріңіздер. Мына айтпақшы міне, креветки дей беретін негр бала бар ғой, соңында өледі. Неге? Ажал жетіп өледі де енді. Оны қайдан білесің сен? Көріп тастағым ғой, мен просто жаттап алғам. Әкем жыл сайын қайталап көре берді де бұны. Құмаш Азат, бұл фильм бүгін ғана шықты ғой. Иә, дұрыс. Күшті бар, иә? Аха. Мощный кино ғой мынау. Әр жыл сайын көрем ғой мен мынаны. Иә, өте әсерлі болды. Маған қатты ұнады. Че адам, не істейміз? Жан, қайтайықшы, мен шаршаптым. Болды, анда кеттік. Мен негізі үйге жаяу серуендеп қайтқым келіп тұр. Жақсы да бара бер. Жоқ, мен серуендеп қайтқым келіп тұр үйге. Я, оны айттың ғой жаңа ғана. Жақсы жетіп ал деймін, түнің тыныш болсын. Бірақ кішкене қорқып тұрмын. Қорықсаң отсай, жеткізсең деп тұр қой отсай. Неғып безопасно ғой, қызық қой мынау. Жарайды, мен кеттім үйге. Жаяу, өзім жалғыз, көңіл күйім жоқ. Пока. Күндердің бір күнінде, түнгі қалада, екеуміз оңаша, серуендеп, жаяу сырласатынымыз бар. Әттең сәті келмей жүр ғой, әттең. Қашан келеді екен сәті? Ақмақ! Ау? Ойлансайшы кішкене. Сен вообще ақыл бар ма сенде? Сәл бір, білмеймін менде, мынаған сөз жоқ менде. Не дейді мынандайлар? Бетіне балықтың
майы төгілген газет қой. Жоқ. Андайша, Арыстанның жаңа туған... Ау? Бар артынан. Я. Наргиз! Наргиз! Не дедің бағана? Наргиз, Айта бер. айналаңда әдемі, мықты бандит жігіттер көп қой. Бірақ не қып сенің әлі басың бос? Білмеймін. Маған олардың өмір сүрулері, киінулері, өздерінің ұстаулары ұнамайды. Еще олардың ешқайсы болашақтарын да ойламайды. Сонда саған болашағын болжайтын білетін жігіттер ұнай ма? Иә. Оны мені тыңда. Болашақта, Наргиз, мынау апорт алмағаштарының біреу болмайды, бәрін кесіп тастайды. Да? Иә. Ар жақта достық база болады, оның артында мега болады, мынаяқтың барлығы ЖК. Сосын доллардың бағасы почти 500 теңге болады, прикинь? Қой. Иә, мынаяқтың бәрі заправка, Әл-Фарабидің бойы сауда, терминал. Азат, қумаш бұд. Кешірім сұрайым. Әзіл ғой. Наргиз, Сәуле сенің жан-подружкаң ғой? Иә. Сөйлесіп көрші мен. Жақсы туралы тағы ойланып көрсін. Азат. Тойдың да уақыты жақындап қалды. Тұрмысқа шамын дегенде өкініп жатқан жоқсың ба? Ертең өкініп қалады просто ше. Түкірмей сөйлеш, Азат. Ой. Неге олай дейсің? Олардың тойлары ғой уже. Наргиз, мен адам танимын ғой. Ана Джакс деген менің әкемнен аумайды бар ғой, аумайды. Жоқ. Не үшін өкіну керек? Әлде өкіну мүмкін ба? Жоқ, Сен әлемдегі ең бақытты ел боласың ба? Бүкіл жағдайын жасап беремін ғой мен сені. Сен просто демалып жатасың. Әкем жатады, демалып. Мамам болса жүреді тырбаңдап, соның жағдайын істеп, жұмыс істеп ше. Қалаған бәрін әпересің ба? Ештеңе әпермейді ғой ше, ештеңе әпермейді, Құдай сақтасын. Әп-әдемі шешемді әпір-жытып, жөн-жытып жіберді. Уайымдама. Сен главный қартайып әбіршіп көрсің болды. Маған ештеңе керек емес. Тек сен жанымда болсаң болды. Не? Жакс сенің әкеңе ұқсайтынына кінәлі емес шығар. Ол қаладағы ең авторитетный жігіттердің бірі. Романтик, еще қандай қарапайым. Кейін өзгеріп кетсе ше. Өзгеріп кетсе де Сәуле оған ренжімейтін шығар. Осы уақытқа дейін Жакстың Сәулеге деген жасаған жақсылығы аз емес қой. Туф! Неге олар туралы айтып кеттік? Оңашада екеуміз қызық әңгіме айтамыз ба деп ойлап едім. Айтайық, Наргиз. Мен бастайғанда, Наргиз, сенің бұрын жігітің болған ба? Иә, болған. Болса да хотя бы сүйіспеген шығарсыңдар, е? Сүйістік. Сүйістіңдер ма? Иә. Сүйіссеңдер де... Азат, не айтып кеттің сен? Мен вообще жігітпен жүрмегем. Азат! Ой! Не болды? Ештеңе емес. Нәпсі ғой. Ладно, давай же. Қайрылтын. Қайрылтын? Қайрылтын. Жақсы ақымын шағым. Қайда барайын? Үйің қайда деймін, мачо? Магазинге апараса шаруаларым бар. Қайдағы магазин? Жүр одан мен үйіме. Ертең бірге барамыз магазинге. Жүр. Ой. Әлшер! Саған беретін ақшаның барлығын бұрып Жакс алып кетті. Джакс. Ол қойып кеткен еді ғой. Білмеймін ғой. Келді да. Атамды алдадыңдар деп, контордың быт-шытын шығарып ақшаның бәрін оны алып кетті. Бізді Әлшер крышевать етеді деп едім. Мән де берген жоқ қой. Әлшер, сен айтып едің ғой, мен барда ешқандай проблема болмайды деп едің ғой. Мына Жакстың тірлігінен кейін бар ғой. Мен саған күмәндана бастадым. Бізді бұдан былай бар ғой. Доха Гагарин крышевать ететін болды. Доха! Ол кім? Мен Доха Гагарин.
Боқмұрын, сен не мен танымайтындай шіреніп отырсың, а? Сен мен танымай бұл қалада қалай ауа жұтып жүрсің? Таныдың ба? Болды. Болды, есіме түсті. Ренжімеші, братан. Ренжіме. Сен мені ренжіте аласың ба не? Уже ренжітіп қойған сияқтымын. Әлжер, кешір. Кешір. Өлтірмеші, Әлжер. Кешір, Әлжер. Өлтірмеші. Мен адам өлтіретін жауызға ұқсаймын ба саған? Жоқ. Мен саған не айттым? Әлде құлағың естімей ме? Әлжер, кешір. Мына құлағы естімей ме? Тағы да қайталап айтам, келесі жолы ақшасыз келме. Джакс, сен мына үйде бұрыннан тұрасың ба? Жоқ, жақында алғам. Әлі біраз тұрасың ау? Красавчик, қайда асығып бара жатырсың? Үйге? Джакс, бұқлаш досымен таныстырсай? Аты қазіргі жігіттерді түсінбеймін. Амандасу деген қыздармен танысу білмейді. Таныспайындар. Азат, Зина. Зина? Зина? Темекі шегеді, алкоголь ішеді. Зина десе Зина екенсің. Ну ладно, Зина, біз кірейік тогда. Хотя бұқлашты қалдырсай? Джакс бауырым, мен срочно Ақмолаға ұшуым керек шаруалармен. Мен бір 10 компаниясымен контракт қотып отырмын. Мен компаниям олар... Көтіңіш, кеттік. Вот ты конченый! Джакс, қалайыншы, мен просто әлі олмын. Кел кір. Өз үйінде көр. Азат! Ау! Жер шай ішеміз. Иә. Кел. Сен қолыңнан шай ішем деп ойламаппын. Неге? Енді ер жігіт дастархан дайындамайды дегенде көп қой. Ты чё, Аза? Қате понятие ол. Әйелдер жұмыс жасап, еркек адам демалу вообще дұрыс емес. Вот мен кейін үйленемін ғой, Сәулеге. Сол кезде арасында өзім тамақ жасап тұрам. Ол да тұрған ештеңе жоқ. Негіз сен Сәулеге нақты тоқтап тұрсың ба? Бұлайда әдемі қыздар көп қой қалада. А чё? Сәуле әдемі емес деген кеп тұрмай? Сәуле өте әдемі. Сұлу, шексіз сұлу. Қай жері әдемі айтшы? Енді мейірімді көзі, нұрлы жүзі, бұйра шашы. Так, тоқташы. Сен менің қызыма басын кетіп қалмады ма? Жоқ, мен... Айтсайшы. Мен сенің... Мен... Әзілі ғой, құмаш. Қорқыт жүрдің ғой. Той ғой уже. Иә ғой, той ғой. Тойларым ғой уже. Вот, той тезірек болса, артынан балам тезірек болса, еркелетіп өсірем ғой мен оны.
Мен өзім жетім өскем. Сол себепті балама барша әкенің махаббатын бергім келеді. Ештеңеден қиналмайтын болады ғой. Сәулеге адал жар, балама ең күшті әке боламын. Көресің. Көреміз. Бірақ екеуің үйленбей қалсаңдар, мен де болмай қалам ғой, Қалай? Тойларымда болмай қалам ғой деймін да. Бір кездері Сәулені ренжітіп алғам. Сол кезде бір ай көріспей, сағынып бір шығарған ән болатын. Ән? Тыңдайсың ба? Мен де сені сағынамын, сен де мені сағынасың, сен жолдаған сол бір хаттың әрбір жолы әлі есімде, жаным жаным. Бейтаныс жігіт, алпыстан кетші бар. Так, Бика, что там, қанша адам қалды? Бір-екі адам. Бір-екі адам? Қалай біраз адам өтті қалдыңнан? Мына жерде ма? Иә да? 50 шақты. 50 шақты, молодец. Енді кешке дейін тағы да 50 шақты адам қабылдасаң, кешке мен киноға барасың. От сейма деп атсаң. Айттым ба, айтқаным айда келеді деп? Айттым ғой мен сендерге. Саудада ең бастысы реклама деп. Клиент көп. Сауда жүріп отыр, ақша пішен дұрыс па? Жакс, өтініш. Осы сәтті пайдаланып, қаланың ортасынан көп үй алып тасташы, хорошо? Бар ғой, керек емес па? Маған керек болады ғой зато, маған. Оған тоқмелесуге болмайды. Рекламаны тоқтатпауымыз керек, акцияны жалғастыруымыз керек, флайер таратуымыз керек. Шаруа өте көп ше. Мынау сияқты 2-3 голға ақшасын артық төлесек, таңға дейін таратады ғой флайерді. Еще ертесі күні сімнейіп келеді, өтініш аға флайер бересіз ба? Әрістің өзің бір флайер бар деп ше. Или басқа біреуге беруге болады. Жакс, сені көшенің темасынан кетіп саудамен айналысып жүр деп естіп едім. Кеше қаланы біраз шулатыпсың ғой. Оны қалай түсінуге болады? Әлде ол жерге менің қарайтынымды айтпады ма саған? Айтты. Сонда сендер братанның атын естіп тұрып, чуқайт етпей тірлік істей бересіңдер ма? Бұзық болма, бұзық бала. Енді сөзді бөлсең, тіліңді кесем. Жакс, сен көшеде жақсы жүрген боласың ғой. Сенден артық ештеңе сұрамаймын. Жасаған нәрсеңді мойындап, ақшаны әкеп тастай сал. Бүгін менің көңіл күйім тамаша, үлкен басымды кішірейтіп алдыңа келіп тұрмын. Ауто көшен понятиясын білесің ғой? Пенсионерлердің ақшасын алдап ол көшен понятиясына кіретін болған ба не? Сен сұрақ қойма. Сұрақты қоятын мен. Сен ақшаны орнына қой. Тыныш өмір сүргілерің келсе. Джеги, Алиш негізі нормальный обращение ұстап тұр ғой. Ақшасын қойып бере саламыз ба? Бұзық бала, бұзық болма. Сен олай сөзді бөлме, аузыңа келген сандырақтама. Айтпесе тілің кесі ол. Олай деп айтпа! Қуасың ба? Мен саған шақтым ба? Ал жердің күшігі. Джеги, ол оның ақшасы емес. Түсіндер ме?
Жакс. Су өтірік бандиттерге болады. Көңіл күйің түсе бермеш. Тап сен бар ғой, әлі 30 жыл өлмейсің. Кеттік одан да. Қайда? Қайдасыз? Тойың уақыты келіп қалды ғой, дайындалайық та. Мен де бір киім алайын. Сасып кеттік қондай киіммен. Тоқтаңдар, мен де барам. Жүрсеңер қандай? Жеги, күте тұрсаңдаршы, мен де барам ғой. Сен қал, магазинге қарасайшы. Қалғаныңыз, ертең той қып, жігіт жолдас болған жан барып, костюм алып, дайындалмайын ба? Пошел нахуй. Махаббаттың құдірет күші әлдейрен, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жауымасындар мамағын бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, шарықтасын шатты күндер. Ей, балақай, не істеп жатсың сен? Бұл радио не үшін ұрлап бара жатсың? Мен музыка жақсы көремін. Жаным сол. Атың кім сенің? Серік. Серік? Фамилияң кім? Ибрагимов. Ибрагимов. Секоштай, сен былай істе. Сен бұндайыңды қой жүре ма? Қазір радио ұрлайтын болсаң, кейін ән ұрлайтын боласың. Әдетке айналып кетеді. Хорошо? Ақылың бар ғой? Бере ғой радио. Мен саған кәмпит беремін. Ей! Беріп тұрған нәрсені ұрлап кеткенше. Кішкентай кезінен осындай екен мына кісі. Махаббатқа жоқ ұстаз. Бәріміз бірдей шәкірт біздің өлең жаттап алғансың ғой. Қалай? Оған не істеп тұр? Тұрмын, қазір барып түсе салайықшы деп, онда тұрған не бар? Түспеймін дедім ғой, мен саған болды. Кішкене ойлан шақыл мен. Енді ол бізге еселікке қалады ғой. Енді мен қалай барам ол жаққа? Кішкене ойлан. Тоқтаңдаш. Ұрыспаңдаш. Қазірден бастап ұрсатма. Не, Наргиз? Не? Өтініш! Қазірден бастап ұрсатын болсаңдар, үйленгенсің, вообще берекелерің кетеді ғой, білесіңдер ма? Кесіп алады, үйленгеннен кейін вообще ұрыспайтын боласыңдар, вообще. Егер ұрсатын болсаңдар, мен сендерге қатты ренжеймін, қарғайым. Ей, достар! Қош енді қош бол күрең күз, күрең саған жібердім. Күлерім деп түнердім, білермін қалай білермін. Айнапау, мұнанды айтпай-ақ қойдың өтті. Жыртылып жатыр күрең жер тозған кілемдер, күрең тауанау күреңдер, күреңдер жиған кілемдер. Концерт тамаша өтті. Концерт күшті болды, Мадина апаның дауысы өте тамаша. бір қанжер ауыр екен. Мен саған, жаман нәрсе сынмаймын ғой, ақыман жағым ау. Онда балаларға барып қайдағы? Как раз тойда ақылдасып жатқан олар. Сөйтелік. Жарайды. Заманбек ата, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен сіздің фанатыңызбын, ата. Қайда бара жатсыз? Үйге. Абайлап жүріңізші. Рахмет. Көрмеші жүйе төсіме, арықта жанып өшкенсі. Қалайсыңдар қыздар, төрлетіңдер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Сәрсен қалайсыз? Жотам, концерт қалай өтті? Ой, тамаша өтті. Кәдімгі Мадина Ералиеваны тірідей көрдік қой. Қойсайшы. Концерт бұлай тұрсын. Жакс бауырым. Енді үлкен өмірге қадам басып жатсың. Хотя бы бүгін ішетін шығарсың. Шо, брат, білесің ғой мен ішпейтінімді. Қашан көрдіңдер? Негізі, мен де келсем осы нәрсеге ше. Но деген бір ит ішпейтін нәрсе ғой, бір жеркенішті бір. Әбден қарсымын мен осы нәрсеге негізі. Тоқташ, сен сонда не деген кеп тұр? Сен осы жерде отырған жігіттердің бәрін сонда итке теңеген кеп тұрмын. Жоқ, мен арақ туралы айтып жатырмын да мен. Тоқта деймін саған, дырылдама. Сен не? Мен көтімнен шыққан құйрық көріп тұрсың. Жоқ. Болмаса мен үргенімді көрдім. Или алтемшек көрдің ба?
болмаса талдың түбіне барып үш аяқтап сыйып тұрғанын көрдің ба? Жоқ, көрмегем. Вообще көрмегем. Или көшеде бір иттің жабысып тұрғанын көрдің ба сен, а? Жоқ. Көрмесең неме оттап отырсың онда? Мен сөзіңе жауап бере аласың ба конкретно? Жауап береді. Ішсін мынаны. Біз сияқты ит болсай сенде. Болады. Давай іш. Мен ішпеймін. Ішесің. Давай. Ішесің. Давай, алапай. Жұтасың сен. Иттершін. Стаямызға қош келдің, бауырым. Давай арасын суытпай екінші зап қой, давай. Деп. Жаман нәрсе ғой мынау. Сөзінің жаны бар. Біреу арақ жаман деді ма? Мен. Сіз де қойсаңыз. Біз совет үкіметінің адамдарымыз әбізе. Братан, тап сіздің үшеуіңізге үкіметтің қатысы жоқ-ау? Салай. Ужимас болып қалды. Қалай қатысы жоқ? Мен совет үкіметінде дүниеге келгем, совет үкіметінде өскен адаммын. Маған әкем айтпаған ішпе деп. Дұрыс па, папа? Бірақ сендер ішпеңдер жастар. Қазір заман өзгеріп жатыр. Біз енді амал жоқ ішеміз біз. Екен мынадай сатып алып қойдық. Бас. Негізі анау братан да, Джакс та дұрыс айтады. Дұрыс. Арақты қойық. Бірақ ертеңнен бастайық, Кел, алып қойық, келдер. Давай, стай. Лох, көп сөйлеме, аузың жапшы. Лоқты айнадан көресің ейін. Ё-моё, лоқты айнадан көресің дейді. Қаз көтінді айырып алам. Бека. Вы что, рамсы попутали, что ли, на? Қазір мен келем. Көрейік. Давай, аза. Ты что, рамсы попутал, что ли? Он жаңа айттың оны. Ты кто по жизни? Человек или паук? Человек. Если человек, назови имя. Ержан. Ержанжан. Тыңда мындана. Сен өзіңнің қасындағы беспонтовый блатнойларыңмен менің бөрілеріме қарсы шабам деп ойлама никогда. Мен сені осы қаланың артына апарам да, пышақтап шекқандарын ақтарып, миыңды ағызып, сол миыңды нанға жағып, мипала оқып берем саған, түсіндің ба? Че, гонишь, что ли? Стая. Что там? Стая. Эй, у-у-у. Эй, у. Вот. Тыныш. Нормально бәрі нормально. Сейчас, Билли. Че там? Билейсің ба? Все, брат. Жақсы. Мен өзіме-ақ өйстіп сенеп тұр едім ғой, не жастарға жол бермейсіңдер? Конечно. А? И так сөйтіп сенеп тұрдым ғой мен. Опатақ. Болды, азыр болды. Базар жоқ, күшті сөйлейді екенсің, да? Рахмет, братан, рахмет. Артын суытпай, бірақ бірден таяқ жейді екенсің, Түсінбедім. Алмат, травмат, Бека, Левша, Джакс, дискотека. Сендер аттар күшті ғой. Маған осындай бір аттар беріңдерші, а то Азат террор деген намай жүр жатам. Азат, нормально бәрі. Жүр ғой мені, сәрсенде. Сәрсен боп. Қойыңдаршы, жеге прикол ұстаймын. Джакс, Алишердің балдары келіп кетті магазинге. Не дейді олар? Не дегенде, асып іштеңе, ақшаны уақытылы қайтармадыңдар, енді складтағы тауарларыңды ақ қоямыз, анау, мынау. Склад? Иә. Оны неге спокойно айтып тұрсың енді? Дәуге айтпалар жинасын. Дөру!
Қараспанды қабылтуды қою керек еді. Тұр ғой бәрі орындан. Товарларды басқа жаққа көшіру керек сияқты. Дұрыс айтасың. Қумаңдар ше, тұра берсін. Жігіттер, былай тұрыңдаршы, біз товарларды алып кетуіміз керек. Қалай алып кетесің оны? Қантөгістің не керегі бар, жігіттер, бересіз сандаршы. А то барлықтан сындырып тастаймыз қазір. Сындырсай шал. Джакс, сен үшін бұл маңызды күн ғой. Бізге қалдыршы оны. Бека. Сен бүйтірсің ғой бізге. Баштың. Жігіттер. Брат, өлтіріп қоясың. Сен өлтіріп қоя жаздады ғой. Уайымдама, мен Дон Кихот болып сияқты бессмертныймын ғой. Дәу, аяғың қалай? Ничего, нормально. Шыл жаққандай болды. Еркексің ғой сен. Найза кірсе де сезбейсің ғой сен. Бірақ пышақ кірген жер тез салып тұр. Ей! Настроениелерін көтеріңдер! Бүгін той ғой! Жеңдік па? Білеміз! Саламатсыздар ма? Ішіп жеп отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Бүгін той, бүгін қуаныш. Қалайсыздар? Бәрі жетіп жатыр ма? Қошақан билеңдер. Bir, yeka. Құрметті хандар мен мырзалар, мен сияқты өзінің әке-шешесінің тойына қатысқандар бар ма? Так, бір ойын ойнап жүрейік, иә? Джакс бақытты болсын дегендер оң қолымызды көтереміз, Қанекей. Сәуле бақытты болсын дегендер сол қолымызды көтереміз. Олар бүгін тойдан кейін не істейді? Шлап. Екеуі де бақытты болсын дегендер шапалақ! Ендеше, ортаға осы тойымыздың кейіпкерлері қос ғашық Джакс пен Сәулені құрметпен қошеметпен шақырайық, Қанекей! Ашық оты көзімізде жанады, әндейді махаббаттың бал әні. Ашық болған күннен бастап достары. Әдем оқысыңдар. Қандай керемет жұп. Қазіргі заманның қыз жібекпен төлеген десек, артық айтпаған боламыз. Өте сұлу жұпсыздар, өте сұлусыздар. Бұйырса, балаларыңыз әдем болып қалатын сияқты. Болмауы да мүмкін. Келген жылда қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығы ала келсін. Ал не дейміз? Сізге кетейміз дейді ғой. Ал, Джакс, сен бүгін бақытты азамат, неге дерсең ақ гүлің төрсің төске қадалап, сол гүліңді өжеттенбей мейірлен еске, сол басқа гүлге ешбіріне тиіспе дейді ғой, қазақта айтады ғой. Сол тайғылындай тиісіп қатар өскен бауырларымыз ғой. Таканса ғой, тәк сен үшін да. Жегімді жылап отырайын. Жылап жоқ. Я жылап отырмал, не oldu? Жылама. Апа, құша, не күліп қуаныштың көз жасы ғой, бауырым. Өзім өз жасымен жылауым келейді, қуаныштың жасы. Бірақ жыладың ғой.
Ay canım asıl canım Yediğim sözümden basar canım Ay canım asıl canım Yediğim sözümden basar canım Не болды ya досым? Үйден кейінгі ұғым қалған жоқсың ба әйтеуір? Жоқ, просто аналар келіп қала ма деп сәл уайымдап тұрғаным бар. Уайымдамашы деймін. Бүгінгі тойдың қауіпсіздігі менің мойнымда. Сен просто тойла, демал. Болды, мен әйелім жанына барайын. Уже әйелің етіп бара жатсың ба? Ертең үйге кіре алмай жүрмейік әйтеуір. Құмаш досым, үйім төрі өзімдікі ғой. Сенен басқа ешкім отырмайды. Ма, жігіттік сөзім. Құр сөз күйінде қалып қоймасын әйтеуір. Досым, қалжың ғой, қалжың ойнайын ғой. Бақытты болшы досым, қуаныштымын сен үшін. Көп іш қоймаңдар, Давай. істеп жүрсің бе? Тойға келдім. Кім шақты сен? Бүл бірден ашуланды. Просто 2 жасқа бақыт тілейін деп келдім. Альш братан өзі келгісі келген, просто сендердің магазиндеріңе сәлем біреу жатты. Мен не жүрсің? Жақсың айтып бар. 20 минутта магазин алдында болмаса, магазиндеріңді өртеп, тойларын төңкеріп кетеміз. Что там, я сижу, нормально? Өтіп бара жатып, кешірім сұрап кетуге келген ғой. Тырыс. Машинадан кірдім беш? Жай ма? Магазин жақта бір шаруаларым шықты. Қош. Мен бапизмді кеше ғана жөндетсем. Мә жақсыспен барып. Болады. Ғашық болдым саған жүрегімде от жалындаған менің жанымнан кетпеші мен сенен сұранам неге қасыңа сенің бара алмаймын төсімде көріп аймалаймын Жақсы қайда? Не істейсіңдер оны? Оның орнына мен келдім. Маған айта бар айтатындар. Саған қалай айтам? Сен мусордың баласы емессің ба? Қалай мусор? Жақсты тойынан сүйреп алып күндер бері. Тоқташы. Жиги, Бека қайда? Ол магазин жаққа кеткен шаруалармен. Жындымай омой? Түн ортасында магазин кеткенде, тем более мен тойымда. Тем более сенің машинаңмен. Айтпақшы, баланы Алиштің балалары келген, Брекамен сөйлесіп тұрды. Ертелік айтпайсың ба? Кет. Бека. Негіз бұл жерде Жақсы отыру керек еді. Ол тойда
Сен мұнда. Мен сендерге қанша ескерттім. Сен білесің бе? Сен шакалсың, сука. Ескертуімді көтеп тығып бойрағым. Сөзіңе жауап бере аласың ба сен? Бере аламын. Бека! О, Джакс. Сен әдемі келдің. Адамдарыма қол көтересіңдер. Ақшама қол сұғасыңдар. Қолдарыңа еге боламайсыңдар ма? Ажар, тоқта! Келсеңші! Магазин, товар бәрі сенікі. Тек қана Беканы жіберші. Жалынбаны! Магазинде ма? Товарда ма? Бәрі сенікі. Келістік. Ажар, тоқта! Магазиндеріңді көттеріңе тығыңдар. Бека! Досым, тұршы. Досым. Тойым қалай өтті, досым? Бека, саған сөйлеуге болмайды. Қазір больницаға барамыз. Дағатты қатсам ба? Досым. Үйдің төрінде сен отырасың дейді. Досым, сен отырасың. Отыра алмайды сияқты, досым. Бека, сенен басқа ешкім отырмайды орынға, сенші маған. Қазір больницаға барамыз. Сосын бәрін нормально болады. Бека. Бека. Машинаны бермей қойым керек еді. Сабырлы болыңыздар, жігіттер. Біз одан айырылып қалдық. В смысле айырылып қалдық? Қалай айырылып қалдық? Өлтірген сен. Мен оған қанша айттым. Оған жолама деп. Ол қоншы бер деп ойнаған қанша айттым, ол мені тыңдамады. Ал не болды? Айтшы маған, ал не болды? Сен менен оны айырдың. Сен мені одан айырдың. Сен мені одан
ертең жаназасына келмей ақ. Біреуді де көрмейтін болайын. Бауырым, сабыр етші. Бәріміз күлмейміз. Я Жакс болды қойшы. Жакс. Мен кінәлімін. Осы дос үшін сынып кеткен екен ғой. Уайымдамашы, брат. По-любому кегімізді аламыз әлі. Сәрсен, өтінсінші көтін қыса салшы. Азат, сен барып Наргиздің жағдайын біліп келші. Болды. Сендерді кім Алматы алып кету керек? Сынбаш. Тамақтардың барлығын жеп, күш жинап жақсылап демалып алың. Жарай ма? Жарайды. Сен осында боласың ба? Мен Жакстың қасына барайын. Түні бойы ішіп жатыр. Сенің жағдайыңды білуге бола келгем ғой. Әрине, бұл жағдай емес. Осындай қиын сәттерде өзіңізге күтіп қараңыз. Сізге дәрілер тізімін жазып берейін, астынан алсаңыз болады аптекадан. Сіз дәрі алып келем дегенше, құжаттарды реттеп, жинастырып, дайындап қоям. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Дәрігер, сізге үлкен рахмет. Қолдан келгенше бәрін жасадық. Емақ! Көрмең мана. Мен көрмей қалым, я. Аяға түсіп қалсын. Скорый шақырайық. Бала, есіңді жиыш. Ұлым, Азат. Мені танисың ба? Иә, әке, танып тұрмын. Балам кешірші, қалай ұрып жүрген байқамай қалдым. Жоқ, әкетай, қайта сіз мені кешіріңізші. Сізге қаншама ауыр сөздер айттым. Сіздің көрген қиындықтарыңыздың біреуін де көрмей, осы күнге дейін сізді сынап кеттім, кешіріңізші. Құлыным алса. Кешіріңізші. Сонда осының бәрі түсің болып шыққан ма? Балам енді қанша уақытта оңалып кетеді? Қатты уайымдамаңыз. Жақын арада есін жияды.
егер баламды біреу іздеп келетін болса, не айтатыңыз, келістік қой? Иә, келістік. Балам қалай оңалады, дереу Германияға алып кетем. Ой, мен кезінде красавчик болғам ғой. Маманың өзі жүгірген ғой артымнан. Ой, пап, қойғыш енді. Білеміз ғой кім-кімнің артынан жүгіргенін, а? Наргиз, сәулем. Қош келдіңдер. Қалайсыңдар, қалай жеттіңдер? Наргиз, ақмоншағым ау, сенсің ба? Балама, үлкен кісіге не айтып тұрсың, ұят емес пе? Ой, кешірім сұрайын. Ренжімес. Сәлеметсіз бе? Ой, міне біздің сұлу қызымыз келді. Қош келдің. Рахмет. Төрлетіңдер, кіріңдер. Қалай жеттіңдер? Бұл менің қызым. Аты Ерекше. О, жақсы. Сонда кім есімі? Айттым ғой, Ерекше. Оны естідім. Жоқ, аты кім деймін? Ерекше деп жатырмын ғой. Жоқ, енді бәрі енді балалардың атын бір ерекше қойғысы келеді ғой. Сонда кім деп қойдыңдар? Ерекше. Наргизге не болған? Наргиз, ерекше екен түсінем, есімі кім деймін? Нұргүл болса Нұргүл деп айтшы. Ерекше. Нұргүл ма, аты Нұргүл ма? Иә, Нұргүл. Нұргүлдің неше ерекше болса? Балам, саған айтып жүрген қызымыз осы. Қалай екен? Күшті, мам. Болды, алам мен. Азат, бол тез кейін. Құдалармен кездесуге кешігеміз. Сәуле. Не болды? Газ соғмайды менің? Жатқан шығар бір жерде. Әкеңнің қашан қайтам мен сендерге? Бұл орындыққа отыруға болмайды. Маған да болмай ма? Бека. Sen қанша өлді десе де, мына орындыққа ешкімді отырғызбады. Келіп отыратыныңды сездім. Бәсе, орындығың жап-жан екен. Отыршы орнына. Бек, тірі болсаң, осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Германияда. Сол түндегі оқиға есіңде ме? Сол түндегі төбелестен кейін бір жыл комада жатып есімді Германияда жинадым. Жарайды, қош ол. Ұзақ әңгіме. Кейін асып айтып берем. Өзіңнен алмай қалыпты. Мен іздеп тауып, осында алып келген ұлыңа рахмет.
тамақтан алыңыздар, ас болсын. Ас болсын, ас болсын. Мама. Мен айтайын. Ал Жәке, мына бала жақсы. Бізге жұмысқа келгелі бері сауда да жақсы. Енді өзің бастап берген магазинде енді бала жүргізіп отыр. Қандай тамаша, я? Енді ол менің балам ғой. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Бека қайда? Бека! Қалай? Екінші қолын западлама не? Жәкең бүгін баласын үйлендіргелі жатыр. Бека досымыз ар жақтан қайтып келіп. Ар жақтан деп айтпаш, бір сұмдық естіледі екен. Енді Германиядан келіп жатыр дегенім ғой енді. Жалпы қуаныш қой. Жәке, бүгін бір отырып жақсылап ішетін шығармыз енді. Жоқ, жігіттер, мен ішпеймін. Сендер де қойсаңдаршы. Дұрыс. Қоямыз. Бірақ ертеңнен бастап. Жоқ. Жәке айтшы. Ішпей-ақта әп-әдем отыруға болады ғой. Ән айтайық, әңгіме айтайық. Ойын ойнайық дегенде, иә, Жәке? Иә, жарайды, дұрыс. Ал онда мен бір ойын таптым. Азат бақытты болсын дегендер оң қолын көтерсін. Ерекше бақытты болсын дегендер сол қолын көтерсін. Қойса ше, мазақтамаса. Ой, жанда. Одан да мен бір ән айтып берейін. Бека, сенің құрметіңе. Ал, сөйтші. От шағарым шай қайнатып, әлдейлерсің бал ойнатып, әттен қолдың келте сай. Бол, қойсаңдаршы. Не бар қолымда? Әлемде мен ғана шығармын деймін да. В натуре шешесін көріп қызын алған. Жарайды ештеңе, сіз бәрібір түсінбейсіз оны. Ой, мыналар жындылар. Бап, темекі шекпей қойшы.